Қалай келдің, солай кет. Бір күні көршінің үйінен келген апамыз үйге күрсіне кіріп, атамызға қарап, әбден бекіп алыпты. Кеткелі жатыр дейді. Атам біраз отырды да, асықпай қозғалды. Көрші үйге тартты. Апам үн-түнсіз қала берді. Біз баламыз. Атамның ізінше әлгі үйге ентігіп кірдім. Көршінің әйелі жылап жүр, киімдерін жинап. Екі баласын киіндіріп қойыпты. Атам кіріп барғанда сәлем салған келіншек: «Ата, айтпай-ақ қойыңыз. Неге келгеніңізді түсіндім. Мен де төзе алмаймын. Болды, қанша шыдадым. Өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Енді мені тоспаңыздар. Кетем дедім, кетем деп сөмкесінің аузын сыдырып жатыр». Сонда атам: Қарағым, жөн, деп біраз отырды да келіншекке: «Қарағым, бір ғана сұрағым бар. Соған жауап берсең, ары қарай өзің білерсің», деді. Келіншек ол не сауал дегендей атама қарады. «Осы сен бұл үйге келгенде нешеу едің?» деді атам. Келіншек жауап бергісі келмесе де атамнан именіп, «Бір өзім келдім» деді. Атам болса: «Ендеше қалай келсең, солай кетесің. Андағы екеуін шешіндір. Руы бөлек, өзге әулетке жәутеңдетпе. Мұнда да ел бар, аштан өлмейді, көштен қалмайды. Өз жұртының ішінде өссін. Ата дәстүр солай», деп сөзін салмақтап аяқтады. Сонда не болды дейсіздер ғой? Келіншек өкіріп жылап, екі баласына бас салды. «Мен бұларды қайда тастап кетем, ата? Бұлар менің қолқа жүрегім ғой», деп киімдерін киіп, томпиып тұрған екі баласын құшақтап отыра кетті. Жылап отырып, екі баласын шешіндіре бастады. Атам: «Алла разы болсын, айналайын. Алла жарылқайды сені», деп бетін сипады да шығып жүре берді. Кейіннен бір отырыста қазір әже болған сол келіншектің есіне осы оқиғаны түсірдім. Әлде қашан дүниеден өтіп кеткен атама ризашылық айтып, сол екі баланы құшақтап отырған қалпымда қалып қойдым ғой. Міне, содан әлі отырмын, деп басын шайқап-шайқап қойып, мәз боп күледі. Қайда, бұл күнде екі баладан кейін тағы 4 бала тауып, отбасы ордаға айналып, үлкен әулет болған. Ол кезде солай еді ғой.